Аллах тағала бізге не дейді? Жаратқан жаббардың ойымен бір санасып көрейікші. Ол бізге Құранда не дейді? Бұл жәннаттағы сипатталған нығметтер сендерге беріледі. Тек соған лайықты амал жасасаң болды деп тұрған Аллах. Ол жақтағы жалпы берілетін нығметтер мына өмірдің нығметтері 1000 есе артық екенін ескертіп тұр ғой бізге. Сен бұл өмірге емес, ана өмірге ұмтылсай пендем деп тұр да. Нақты не, қандай амал жасау керектігін осы инсан сүресінде тізбектеп айтып берген да амалдар. Бірақ оларға біз құлақ аспаймыз да. Неге? Сұрақ. Себебі ол жақсылықты Аллах тағала уәде етіп отқан жақсылықты біз көз алдымызда көріп отырған жоқпыз да бүгін. Пайғамбар алейхиссалам айтқан бір мәтіні бар, хадисінде. Мәтін айтып берейін. Таңғы намазға тұрып жамағатпен құлшылық етудің артықшылығын дейді да, ертең соған берілетін сыйды адам баласы білсе дейді да, қандай сыйлық беретінін таң намазын жамағатпен онда сол таң намазда еңбектеп болса да таң намазына қалмас еді дейді да, баратын еді дейді да. Бірақ адам бармайды ғой сол таң намазға. Пайғамбар білсе деп тұр да соны. Бірақ біз білмейміз ғой, көрмедік оны көзбен. Адам баласы бұл өмірде күнделікті азық-түлігін тауып, ас ішіп, бала шағасын бағу үшін жатпай тұрмай еңбектеніп, мысалы жұмыс жасайды да қазір өмірде. Не үшін? Айдың соңында айлық алу үшін, белгілі бір ақшаға қол жеткізу үшін. Бұл жұмыста ол үшін не істейді? Ол бастықтың айтқан кез келген тапсырмаларын орындайды жұмыс. Оған жоқ деп айта алмайды. Бастыққа адам қарсы шыға алмайды. Барлық тапсырмасын орындайды. Бірақ біз Аллахқа қарсы келеміз да, одан қорықпайтын жағдайға жеттік та. Себебі не білесіз бе? Сен бастықты күнде көз алдыңда көріп жүрсің. Ол берген ай сайын ақшаны алып қолыңмен жаратып жүрсің. Оның қызықшылығын сезініп жүрсің. Күнделікті өмірде ақшаны пайдаланып жүрсің. Ал Аллахты сен көзбен көрмейсің. Ол уәде еткен нығметтерді сезінбейсің де. Намаз оқы деді, оқыдың, бірақ оның қарымтасын жазылған жалпы сауабын күнде немесе ай сайын сен оның сауабын көріп тұрған жоқсың ғой намаздың, дұрыс па? Оның сауабын сен алып жүрген жоқсың айлық сияқты. Ораза ұста деді. Ораза ұстадым. Ораза ұстаған үшін не деді? Жәннатта Раян деген қақпа болады, содан кіреді ораза ұстаушылар деп айтты. Уәде берді. Ораза ұстадым, бірақ ешқандай Раян қақпасын көріп отқан жоқ. Қажылық жасаушылар қажылық жаса деді. Анадан жаңа туылғандай бірде-бір күнәсі қалмайды деді қажылық жасаушылар. Бірақ сол күнәнің кешірілгенін сен өз көзіңмен көріп жүрген жоқсың. Өйткені біз адам бүгінде қолда бар материалды нәрселерге алданып қалғанымыз сонша, ақыреттегі нәрселерді, көзге көрінбейтін нәрселерді тәрк етіп қойғанбыз. Түсіндіңіз бе? Алтын көрсе періште жолдан таяды дегендей, бұл дүниенің жалпы болмашы осындай Аллахтың алдында шыбынның былай қарасаңыз қанатындай ешқандай құны жоқ нәрселерге алданып, моральды, рухани нәрселерден ажырап қалғанбыз да кейбір адам. Көз алдында көрген нәрселерге қатты ұмтыламыз да, көрмеген нәрсеге мән бермей кетеміз да. Намаз деді ма салғырт қарайсың. 5 уақыт намаз жарайды. Bir күн оқи саласың, бір күн оқымай қоя саласың. Тойға бардың, намазың қаза болды, қойшы келесі ертең оқимын. Аяқта бір жиының болды, намаз қоя тұршы, намаз аяқ жиынға қарайын. Ал бірақ жұмысқа еш уақытта кешікпейсіз. Жұмыстан уақытылы жүресіз. Тапсырманың бәрін дұрыстап орындайсыз. Ғалымдар айтады да, шайтанның дейді да, ең мықты қаруы дейді да, ең сойқан қаруы дейді. Ол жаман нәрсені жақсы етіп, жағымсыз нәрсені жағымды етіп қоюында дейді да. Дәл осы шайтанның айтқан амалдары жүзеге асып жатыр. Сіз өмірде жаман нәрселерді шайтан жақсы етіп көрсетіп қояды, жағымсыз нәрселерді жағымды етіп қояды. Біз соған алданып жүрміз да, қарасаңыз. Шынымен ғой, ана бір жақсы бір мысал бар, арабша. Біз өмірге ештеңесіз келеміз дейді да. Дахална дуния биля шей дейді. Ва тааракна ала кулли шей дейді. Бірақ барлық дүние үшін күресеміз дейді да. Өмірге ештеңесіз келеміз, бірақ осы өмірге келген кезде барлық нәрсе үшін күресеміз. Ананы алу, мынаны алу, анадан қалып кетпеу, мынау бұл өмірден өткенше күресесіз да. Бұл өмірден ештеңе шығамыз дейді. Қалай ештеңесі келдіңіз, ештеңе шығып кетесіз. Бірақ сол барлық дүние үшін осы күрескеніңіз үшін өмір бойы есеп бересіз. Барлық нәрсе үшін күрестіңіз ба? Сол барлық нәрсе үшін есеп бересіз. Аллах тағала біздің осындай болатынымызды біліп, мына инсан сүресін түсіріп, ондағы жалпы берілетін жәннаттағы осындай керемет сипаттарды баяндап, өмірге деген көз қарасымызды қайта жаңартып, ескертіп тұрды. Ертең оның алдына барғанда маған ештеңе айта алмайсың, ақтала алмайсың деп тұрды Аллах. Міне инсан сүресін оқы, иманыңды қайтып жаңарып, саған берілген жәннаттағы нығметтердің бәрін сезін, көр, соған қарай ұмтыл, соған қалай жігерлен, соған қалай амал ет, соған қалай әрекет жаса деп тұрды. Ертең бірақ оның алдына барғанда маған ештеңе айтылмады деп ешқайсысын жақтап алмаймыз да. Бұл нәрсені мен білмедім деп. Жалпы адам бұл өмірде жаратылғанда жалпы сол жәннаттағы нығметтерге кенелу үшін жаратылған да негізі. Соған лайықты болу үшін жаратылған Аллах тағала.
Әйтпесе жәннатты Аллах Тағала не үшін, кім үшін жаратып, кім үшін осылай нәрселерді сипаттап, осыны аятта түзіп баяндап жатыр? Бұл адам үшін жаратылмаса. Біз үшін жаратылған ғой, соған біз лайықты болуымыз керек деп тұрды. Асыл пайғамбар алейхиссалам өмірден өтер алдында не деді? Мен сендердің ертең исламды тәрк етіп басқа дінге өтіп кетулерінен қорықпаймын деді. Менен кейін мен өмірден өтсем, сендер ертең исламды тәрк етіп басқа дінге өтіп кетулерінен қорықпаймын дейді. Менің қорқатыным мына дүние жүректеріңе кіріп кете ме деп алаңдаймын деді. Мына дүние жүректеріңе кіріп кете ме деп алаңдаймын деді. Рас айтты ма? Иә, рас. Қазір кімнің жүрегінде дүние жоқ? Барлық адамның жүрегінде дүние бар. Барлық адамның уайымы, барлық адамның ойының бәрі дүние болып кеткен да. Әрине ол жерде барлық дегенде бүкіл адамдарды айтпаймын, көпке топырақ шашын аламыз, бірақ адамдардың көбісі өкінішке орай осындайда.